İsa пайғамбар bir күн жолда бараттыр, бәлкім мұрда айтқанмын, қайталауда еш бір зияны жоқ. Сілер үшін дағы бересіңерге қалсын. Bir баланы қармап, балам, жаш екенсің, қиналып, мал бағып жүрбестен қойшы екен, қойшы балаға. İlim алсаң болбойбу дейді. Жаңағы бала айтады, я наби Алла, о пайғамбар, мен илимден 6-10 алғам дейді. Қанша илим алып тұр? Медицина, экономика, строительство емес. 6 илим алғанмын дейді. Ошоға амал қылам дейді. Қайсы 6 илимді алғансыз? Биринчisi дейді. Оқыңар келе ме? Биринчisi дейді. Мәдәм әл-халал мәвжудан ла әкүл харам әбәдән. Адал бар екен, еш қашан арам жебеймін дейді. Не, адал таппай қалдың ба? Арамға қол ұзатасың. Арам деген бір ғана спиртной же башқа чошқан ет емес. Арам деген біреудің ақын жеген, тараздан алдаған, жетімдің ақы, жесірдің ақы. Арам өте көп нәрсе. Арам тұрған, адал тұрған кезде арам жебеймін. Любой супермаркетке кірген саны жоқ адал тұрады. Кейбіреулер атай бар арамды іздейді, бая жерде тұрып алған. Адал бар екен, арам жебеймін дейді. Аллах Таала инсанды ушундай жаратқан, инсан өліп қалбаш үшін bir жерде арам менен қалдың, бірақ башқа еш нәрсе жоқ. Мен арамды жебеймін деп өліп қалсаң, Аллах Тааланың астында күнәкөр боласың. Құдай Таала қияматта есеп қалады. Эмне үшін жаныңды сақтап қалу үшін ушул арамды жебедің. Фамани турра гайра багин вала адин. Ким мажбур болса, чектен шықпасан арамды жеш керек. Мажбур болған кезде. Өлбеш үшін. Жанды сақтап қалу үшін. Бирок бүгін қанша адал тұрады, неге арамға чуркайбыз? Биринчи илим адал бар екен, арам жебеймін деп. Екіншісі, мәдәмі сыдқы мәвжуд ла актиба бадан. Екінші илим чындық бар екен, еш қалып айтпаймын деп тұр. Не дейді? Бүгін кейбірлер қалып таппағанда чындықты айтады. Чындық бар екен, еш қашан қалып айтпаймын дейді. Üçüncüsü барымызға тиешелі. Üçüncüsü, өзімдің айыбым бар екен, өзімдің кемшілігім бар екен, біреудің айыбы менен кемшілік менен алек болбойым дейді. Бүгін отырып алған барлық қиып алып, соцсетте отырып алып, еме жазады. Комментарий жазады. Дүниені Америка, Қазақстан деме қылады. Талқылайды. Ушул жерде жаратқан Аллах Тааладан жалбарып сұранарым, bir боордош, bir туған қазақ елімізге де Аллах амандық, биримдик берсін, тынчтық берсін. Урматтуу мұсылман bir туғаным. Биринчisi, айыбым бар екен, біреудің айыбымен алек болбойм. Кимиңдин айыбың жоқ, айтшы. Мен кемчилигим жоқ деп. Анан анда сен біреудің кемчилигимен не кыласың? Өзүңдүн койсуң. Üçüncüsü, Allah'ın қазынасы толып тұрады екен, Allah'ın байлығы бар екен, Allah'ın рызқысы бар екен, біреудің байлығына көз арпаймын деп тұр. Бүгін отырып алып, біреудің байлығын санайды. Мағыл 570 алып алды, қайдан алды дейді. Паланчы квартира алды ғой дейді. Алдысы. Таматқыша оқтай албай шығады. Паланчының контейнері күйіп кетіп тұрса, ох, рас болды дейді. Ушуну көрмегеле дейді. Эмне болуп атабыз? Өзүңдүн айыбың бар екен, біреудің айыбымен алек болбо. Соцсетке кирип алып, ар нерсени жаза бербегиле. Буну жакшылык жакка колдонгула. Төртүнчү айттым ба? Канчага келдим? Төрттү айттым, а? Чындык бар екен, калп айтпайм, адал бар екен, арам жебейм, өзүм айыбым бар екен. Біреудің айыбымен алек болбойм. Төртүнчүсү, Алланын қазынасы толып турат экен, біреудің байлығына көз артпаймын. Бешинчиси, шайтандын өлгөнүн уккан жокмун, шайтандын похоронасына, шайтандын жаназасына катышкан жокмун дейт. Же катышкан барбы? Ким шайтандын жаназасы барды? Шайтан өлөлөк болсо, менин душманым, менин конкурентим эмес. Менин душманым, менин атандашым эмес. Менин душманым, менин кошунам эмес. Менин душманым шайтан дейт. Мен шайтанга душман болом дейт. Bir туғаныма, мекендешиме, мен кыргыз, тажик, өзбек жок, андайча душмандык жок. Биздин душманыбыз ким? Шайтанга душман болом дейт. Алтынчысы дейт. Менин аягым бейиштин астанасын босогосун аттап өтө элек дейт. Өттүңөрбү? Мен ошо бейиштин астанасын аттап өтүү үчүн амал кылам, аракет кылам дейт. Аллах Тааладан бейишке кирүү жолун издеймин дейт. Десе Иса алейхиссалам жанагы баланын желкесин таптайт дагы. Сен авалгылардын жана акыркылардын баарын илимин алыпсың, ушу илимиңе амал кыл дейт. Силер да амал кылгыла. Ушу илим силерге тапшырма.